Баршаңызға сәлем достар, Келинка Майра Құлан парақшасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан, алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысқа електен өткізілген ұн мен қоқсытқышты саламыз, оның үстіне қант саламыз. Оның үстіне жұқа қылып туралған сары майымызды саламыз. Қолымызбен үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек. Қолдарыңызбен осылай үгіткен кезде осылай песочный болып шығады. Одан соң бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Одан соң дайын қамырымызды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе салафанмен орауды ұмытпаңыздар. Міне бізде қамыр осындай жұмсақ болып тұр. Қазір тоңазытқышқа қойған кезде бұл қатады. Содан кейін біз табамызға жаятын боламыз. Ал енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Қаймақтан жасалған салма. Кез келген дүкеннен 20% қаймағын алып, оның үстіне шекерімізді саламыз, және де крахмалымызды саламыз. Және де жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді біз табамызды дайындаймыз. Астына пергамент қағазын төсейміз. Және де тоңазытқыштан қамырымызды шығарып екіге бөлеміз. Жарты тестамызды табамыздың астыңғы бөлігіне жайып шығамыз осылай. Астыңғы бөлігін жасап болдық. Енді қалған тестамызбен жан-жағын жасайтын боламыз. Шанышқының көмегімен астын тесіп, және де жан-жағын түзулеп шығамыз. Және де ортасына қаймақтан жасалған салмамызды саламыз. Осылай жан-жағын тағы да шанышқының көмегімен түзулеп шықсаңыздар болады. Мен пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойдым. 35-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің сметанник пирогымыз пісті. Өте дәмді болып шықты. Бірден кеспеңіздер, жақсылап суытып барып кесіңіздер. Бетін өз қалауларыңызша сәндейсіздер. Мен осылай сахарный пудрамен және де конфетиктермен сәндедім. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар.